Қазақстан даму мен жаңарудың жолындағы тәуелсіз ел. Тәуелсіздік жылдарында еліміз көптеген маңызды жетістіктерге қол жеткізді. Спорт саласында Қазақстан әлемге танылды. Олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарында қазақстандық спортшылар ел намысын абыроймен қорғап, көк байрағымызды биікке көтеріп келеді. Жаңа спорт кешендері салынып, жастардың спортпен айналысуына кең мүмкіндік жасалуда. Медицина саласында үлкен өзгерістер орын алды. Елімізде заманауи ауруханалар мен медициналық орталықтар салынды. Жоғары технологиялы құрал-жабдықтар енгізіліп, күрделі ем-дом мен операциялар Қазақстанның өзінде жасалуда. Бұл халық денсаулығын нығайтуға бағытталған нақты қадамдар. Білім беру саласы ел болашағының негізі. Жаңа мектептер мен білім ошақтары бой көтерді. Заманауи сыныптар, цифрлы технологиялар, сапалы білім беру бағдарламалары енгізілуде. Қазақстандық оқушылар халықаралық білім сайыстарында жоғары нәтижелер көрсетіп жүр. Жастарды қолдау мемлекеттің басты басымдықтарының бірі. Жастарға арналған білім беру, жұмысқа орналасу, кәсіп бастау және тұрғын үй бағдарламалары іске асуда. Жас буынның дамуына жан-жақты жағдай жасалуда. Жасанды интеллект пен цифрландыру саласында да Қазақстан алға қадам басты. IT технологиялар, стартаптар, электронды қызметтер дамып, еліміз цифрлы болашаққа нық қадам басуда. Бұл өзгерістер президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың көшбасшылығы мен реформаларының нәтижесінде жүзеге асуда. Мемлекет басқаруда ашықтық, әділдік және даму бағыты негізгі ұстанымға айналды. Өнеркәсіп пен экономикада жаңа зауыттар мен өндіріс орындары салынды. Бұл жаңа жұмыс орындары ел экономикасының нығаюы және өңірлердің дамуы. Ақтау қаласының түркі әлемінің мәдени астанасы болып жариялануы Қазақстанның халықаралық деңгейдегі беделін арттырған маңызды тарихи оқиға. Бұл мәдениетіміз бен рухани мұрамыздың әлемге танылуы. Сонымен қатар, елімізде инфрақұрылым дамып, жолдар салынуда. Қалалар мен ауылдар жаңарып келеді. Қазақстан тұрақтылық пен дамудың жолындағы тәуелсіз ел. Бұл жетістіктер ел бірлігінің, қажырлы еңбектің және болашаққа деген сенімнің нәтижесі. Қазақстанның алда алар асуы әлі көп.